уақытыңды жүйелеу неге сонша қиын? Өз опытымнан өткізіп жатқан 5 қателікпен бөліскім келеді. Жүйелі планмен, даже бос уақытының өзін сапалы өткізетін адамдарға қатты қызығамын. Уже неше жыл болды сол өмір салтына өзімен өзім күресіп келемін. Тек папамен тамақтанамын деймін да, бір аптадан кейін срыв болып бургермен кола ішіп отырамын. Сөйтсем, мына қателіктерді жіберіп жүр екенмін. Суатық па өзі? Бірінші қателігім ол күнделікті задачаларды сразу бірден 10-15 задача қойып тастау. Бұл задачаларды көріп отырған ми істемей жатып уже қажат, шаршайды. Сол үшін бастапқыға жаңадан бір 3-5 қойған дұрыс. Екінші қателігім план жазған кезде мынау точно менің қалауым ба, және бұл дәл қазір маған керек пе деген сұрақты қою керек екен. Мысалы, мен неше жыл болды ағылшын үйренемін деп каждый раз планыма, айлық, жылдық планыма жаза берем. И қараймын бір күні, неге мен әлі үйренбегенмін? Сөйтсем, дәл қазір маған ағылшын тілін оқу қажет емес екен. Мысалы, шетелде оқимын, шетелде тұрамын деген план болған кезде, уже 2 ай бұрын ғана бастасам да мен тез үйреніп кетемін деген ойдамын. Үшіншіден, миды алдау керек екен. Мысалы, ми өзінің комфортына кіріп алады, жаңадан келген информацияны, жаңадан келген әдеттерді өзіне қабылдағысы келмейді, қашады. Мысалы, мен үшін кітап оқуды әдетке айналдыру деген өте қиын нәрсе. Мен қалай оқимын? Мысалы, былай айтамын, ой, жеңіл кітап ол, жеңіл кітап, оңай. 5-ақ бет оқимын, 5 беттен артық оқымаймын деп өзіме уәде беремін да. Ертең бір қарасам 20-ші, 30-шы бетін оқып бастап жатырсың да. Үшіншіден, жасаған жұмысың басталып, бірақ аяқталмай қалмау үшін телефонға қарамау керек. Мысалы, таймерге қойып, мен мысалы 10 минут жаттығу жасаймын десем, 10 минутқа таймерге қойып қоямын, телефон не беспокойтқа, немесе уведомлениенің бәрін өшіріп тастаймын. Сол кезде тыңғылықты 10 минут бойы ештеңеге алаңдамай жаттығу жасайсың. Төртіншіден, ең үлкен жіберген қателігім, бірден уақытқа қойып, бірден өзімді ерте тұруға, сондайға талап ету да. Мысалы, таңертең 7-де тұрамын, 8-де завтрак ішемін, 9-да тренировка жасаймын деген сияқты. Қазір мен не істеп жатырмын, чтобы пландарым орындалу үшін? Мысалы, қазір мен уақытқа қоймаймын, тек күнделікті жасалу керек деген заметки болады менде күніге. Жасалу керек деймін, и тізімін жазып шығам, и уақыт қоймаймын. Қалай уақыттың ыңғайы келеді, солай жасап кете беремін, спискқа қарап отырамын да күні бойы. 5-ші қателік, жалпы осы тақырыптың қорытындысы, біз инстаграмға күшті тәртіппен өмір сүріп жатқан адамдарға қызығып, бірден өзімізді обедке дейін ұйықтайтын, түнімен сотып шұқылайтын, туалетте телефон шұқылайтын өзімізді аламыз да, сразу соны орнына қойып жүреміз да. Бірден өзімізден идеально жасауды талап етіп жүреміз. Ол тым ауыр, тым қиын. 0-ден бастау керек. Әркімнің жағдайы әртүрлі. Мысалы, менің 2 балам бар, жұмысым бар, инстаграмым бар, блогым бар. Соның барлығымен бірге мен өзімнің жеке дамуымды да алып жүрмін. Аз-аздан планканы қатты жоғары қоймай бастау керек. Сонда ғана тұрақты, аздан болса да жүйелі нәтижеге жетеміз. Дәл осындай даму, өсу, инстаграм жайында тақырыптар қызық болатын болса, менің парақшама тіркеліп алыңыз. Всем пока!